Сәлеметсіңдер ме? Менің ізденімпаз балапандарым. Бүгін өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 77-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар, иә? Сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғаймыз. Шығыс септігін өтетін боламыз. Шығыс септіктің жалғауларын, шығыс септігін сөйлемде табуды үйренеміз. Ертегіні оқы деген екен бірінші тапсырмада. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек, маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін деп. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігіндей 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа бір көжек қағып алды да бір ағасады. Сұр көжек аш қалды. Ата соған солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады деді. Ертегідегі нақыл сөзді тауып, мағынасын талқылаңдар дейді. Көжектердің қуанғанын, ренжігенін ем-шара арқылы көрсетіңдер дейді. Бұл жердегі нақыл сөздер өкпелеген үлесінен құр қалады. Яғни бұл жерде өкпе реніштің адамға зияннан басқа ештеңе әкелмейтінін айтып тұр, иә? Менсінбеушілік мансап несібінен айыруы мүмкін. Ол көжектің сәбізі қотыр болғанымен оның бұршақта, яғни көлемі үлкен болды. Сәбіздің үстіндегі қотырына бола өзінің, яғни тамағынан ашқап қойды. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. 63-ші жаттығу. Аттан биік, қойдан аласа. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, олардың қай септікте тұрғанын айт. Алдымен шығыс септігінің ережесін бір еске түсіріп алайық. Шығыс септігіндегі зат есімдері кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, тан, тен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. Енді аттан, қойдан дегенге біз неден деген сұрақ қойылады. Сонда бұл сөздер шығыс септігінде тұрған екен. Ал жұмбақ жауабы ертоқым. Яғни ат үстіне қойғанда аттан биік, ал жерге тастаса, яғни қойдан да кішкентай болып тұрады екен. 64-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді, топ-тобымен жайылады, қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе, лезде көзден ғайып болады. Мәтіннен шығыс септігіндегі сөздерді тауып астын сыз дейді. Сөздерге сұрақ қойған жағдайда бізде шығыс септігінің сұрақтарына жауап беріп тұрған сөздер ол қақтан, суаттан, көзден деген сөздер. Яғни қақтан, қайдан, неден деген сұрақ қойса болады, суаттан неден, көзден неден деген сұраққа жауап беріп тұр. Жалғаулары да шығыс септігіндей тан, ден деген жалғаулар жалғанып тұр, сұрақ қойылуына байланысты. 65-ші жаттығу. Сызбадағы жалғауларға сай келетін зат есімдерді тап. Бұл сөздерге шығыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір дейді. Дауыс үндестік заңы бойынша және де сұрақ қою арқылы енді осы жалғауларды сай келетін сөздерге біріктіреміз. Олар нан, не, наннан, неден, дән, не, дәннен, неден, құлақ, құлақ, не, құлақтан, неден, көліктен, неден, қайдан деген сұрақ қойылады. Құрма не, құрмадан, неден, көрме, көрмеден. Осы болмаса басқа да сөздерге жалғануға болады. Келесі жаттығу бізде 66. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойып, мақал-мәтелді көшіріп жаз. Бір-біріңе түсіндіре отырып сөйлем мүшесін талдандар дейді. Шығыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар. Мақал-мәтелдің мағынасын топқа талқылаңдар. Бізде ақыл жастан шығар, асыл тастан шығар. Отан оттан да ыстық. Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Барлық өнерден сөз өнері күшті деген, яғни толықтырып жазып шығамыз осылай. Енді бізде жастан, тастан, оттан және де өнерден деген сөздер неден деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде толықтауыштың қызметінде тұр. Ал бір жеңнен, жағадан деген сөздер қайдан деп заттың мекенін көрсетіп тұрғандықтан олар пысықтауыштың қызметінде тұр. 67-ші жаттығу. Берілген сөздердің шығыс септігінде тұрғанын дәлелде дейді. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан дейді. Енді ол үшін алдымен осы сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра дейді. Содан соң сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде дейді. Яғни бұл шығыс септігіндегі сөз өйткені ол деп дәлелдеуіміз керек. Бізде арайлымнан үй жұмысын алдым, өрістен мал келе жатыр, теңізден көрер қызық көп, керек білімнің бәрін кітаптан табуға болады. Арайлымнан, кімнен? Нан деген жалғау жалғанып тұр, кімнен деген сұрақ қойылып тұр. Өрістен, неден, қайдан, яғни сұрақ қойылуы, тен деген жалғау жалғанып тұр.
яғни біз былай дәлелдейміз. Теңізден деген сөз шығыс септігінде тұр, себебі қайдан деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүшенің қызметінде тұр. Ден деген шығыс септігінің жалғауы жалғанып тұр. Дәл осылай төртеуінде дәлелдеп шығамыз. Сұрақтары, жалғаулары көрсетілген, төртеуі де сөйлемде тұрлаусыз мүшенің қызметінде тұр. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.